Сыр бойындағы аса маңызды, тарихи, мәдени және республикалық дәрежеде енгізілген тарихи ескерткіштердің бірі Көк кесене. Көк кесененің орны Төмен Арық теміржол станциясының солтүстік шығысынан 5 шақырымдай және Сығанақтан оңтүстікке қарай 8 шақырым жерде, қазіргі Қожамберді ауылында орналасқан. Көк кесене жайлы әр заманда ашылған әртүрлі деректер мен тарихи түсініктер бар. Алғашқы дерек Хиуа билеушісі тарихшы Әбілғазы Баһадур ханның Шежіре-и түрік еңбегінде жазылды. Еңбекте көк кесене күмбезі атақты Алпамыс батырдың зайыбы, Баршын сұлуға байланысты қасиетті орын екендігі айтылады. Көк кесенеде Әбілқайыр ханның денесі жатыр деген аңызда әңгіме бар. Гүлбаршын анамыздың денесі жатыр деген аңыз бар. Міне соның аясында біздің археология ғылыми зерттеу институты ғылыми зерттеу жұмыстарын бастап кетті. Түркістан археология әуесқойлары үйірмесінің мүшесі, Перовск уезінің бастығы полковник Каллаур 1901 жылы жазда көк кесенені келіп зерттеген. Ол толтырған 2 желтоқсандағы нөмірі 6 хаттамаға қарағанда кесене күмбезінің ішкі жағында айнала жазылған арабша жазбаларды кеңсе қызметкері Жайлыбаев көшіріп алса, ал фототаспаны Уткин түсірген. Бұл жазба сол кезеңдегі көк кесененің сыртқы сипатын беретін бірден бір дерек. Бұның сол кездегі мына қазіргі тұрған негізгі бөлменің суреті түсірілген 91 жылы. Бұл 914 жылы толығымен құлап біткен сағаны. Бірақ сол 91 жылғы қазіргі сақталған сурет бар. Сурет ол кездегі ол кездерде сағананың үстіңгі бөлігі құлап қалған, тек қана негізгі бөліктегі күмбезді құрылысы ғана сақталып қалған. Көк кесене деп айтуындағы бір ненің де өзі мәнісі бар сияқты. Өйткені көріп тұрғандарыңыздай, қазір мына жақта бір көрсеңіздер, ішіндегі жасалыну, яғни терракоталар, балшықтан жасалған терракоталардың сыртқы бөлігінде 20-дан астам нұсқасы бар. Мысалға тек қана ойықпен өрнектеліп жасалған қазіргі таңда бізге анықталып отқан сол. Және күмбездің ішкі бөлігі де, сыртқы бөлігі де шытырлы дейміз, немесе глазур дейді, сонымен жасалынған. Оның да кейбір нұсқалары сақталынып қалған. Және ішкі бөлігінде сол жаңа 91 жылы келген кезде де ішкі бөлігіндегі, күмбездің ішкі бөлігіндегі араб әріпімен жазылған жазулардың болған туралы айтылады бұл жерде. Бірақ ол жазбаның нұсқасы жоқ. Біз енді кейінгі күмбездің құлап қалғандығын көріп отырмыз, бірақ сол кезде мозаик ретінде жасалынған жазба іздерінің бар екенін қазір анықталып отыр. Қазір енді оны лабораториялық жұмыстарға тазалау, өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Содан көре жатарсыздар. Енді бұның жалпы ұзындығы мына көріп отқандарыңыздай солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа созылған, оңтүстік батыс бөлігінде жаңа порталды бөлігі осы жағында болған. Мынау сағана үсті, сағана үстіндегі жеке бөлме, ол жаңа айтып отырмыз, оның бізде ешқандай мәліметі жоқ. Дегенмен 91 суретте ол түспей қалған, сол кездің өзінде құлап біткен. Міне бұның қазіргі ені ұзыннан 16 метр болып отыр, ал алдыңғы бөлігі, порталды бөлігі 10-60. Жалпы көк кесене деп айтылуына себеп болғанда жаңа шытырлы күмбездің үстінің барлығына іші алебастрден жасалынған. Бұл көп жерлерде негізі керамиканың сыртынан беріледі, глазур деген нәрсе, бояу, шытырлы бояу. Ал бұл жерде бұған арнайы тез қататын, тез өңделетін сол жаңағы кашын дейді, немесе алебастр дейді, сол нәрсеге жасалынған. Сағанасы міне көріп отқандай мынау күмбез етіп жасалынған, жартылай жертөле ретінде ол Сығанақтағы барлық қазір анықталып отқан сағаналардың бәрі тап осылай жасалынған. Және түсетін жерлері бұған енді міндетті түрде жеке көңіл болып баспалдақ жасалынған, ал енді ар жақтағыларда бұндай ерекшелік байқалмайды. Бұл енді жалпы кесенені әрлеу кезінде өте үлкен, көптеген технологияны пайдаланған. Бұның ішінде жаңа айтып жатырмыз ғой, кеспелі, жалпы керамикаға өрнек салу әдісі, сондай-ақ міне шытырлы керамика. Мына жерден сіздерге просто қолымда сақталып қалған нұсқасы тұр. Ол былай тұратығым болса, мына жерде көріп тұрған дардың бәрі чередовать етіп, шахматының жаңағы неде осылай қойып шыққан, мынаның бәрі міне шытырлы керамикамен жасалынып отырған былайынан. Барлық жерде осылай. Міне сосын мына жасалынып отқан іштегі
мынау өңделген кірпіштердің өзі мына жерде ешқандай қосылған немесе арасына сылақ салынған, мысалға мыналар сияқты арасына сылақ салынған жерлер ешқандай көрінбейді, стыксыз. Яғни бұның артында қосылатын стык тек қана оның арт жағымен кетіп отырған, арт жағын. Басқа жағы кірпіш бір-біріне тиеді, сосын кірпішті осылай қисық жасағандағы именно артына барып нені жасап отырған. Жаңағы связканы артына жасап отырған, байланысты немен. Мына кесененің жоғарғы бөлігі, то есть кесене немесе мынау мешіттің үстіндегі күмбез немесе күмбездің астындағы барабанда мына әдістеме мозаикалы. Жалпы бұл шатырлы нені алдын ала жасап алған. Одан кейін барып, міне, көріп тұрсыздар, гипс типтес раствормен оны қатырған. Арнайы күмбездің жоғары жағы осылай жасалынған. Бір паласа, міне жерде көріп тұрғандарыңызда араб әрпінің бір бөлігі сақталып қалған. Осылай отырып, мозаикалық әдіспен оны бір-біріне қаптап отырып, жоғарғы күмбездің сырты да іші де осылай жасалған. Өйткені сырты да іші де деп айтатынымыз, оның мына ішкі бөлігінде де шығып жатыр, сыртқы бөлігіндегі құлағы, сыртқа қарай құлаған бөлігінде де шығып жатыр. Негізгі бірақ күмбездің өзінің үсті міне мына түспен жасалынған. Осы түспен күмбездің өзі осылай жасалған. Астыңғы барабаны немесе араб шрифтіндегі жазулар міне мына түсте екеуінде айырмашылығын байқап тұрған шығарсыздар. Екеуі екі түрлі болған. Көк кесене деп айтылуына да мүмкін осы күмбездің әсері болған шығар. Жалпы мына кесененің өзі мына айтып отырмыз, қазіргі таңда мына астыңғы бөліктерін көріп тұрсыз ғой, сақталып қалған, қаланы сақталып қалған бөлік. Міне осының бәрі алғашқыда бұлардың ені 1:60 болып жасалынған дінге кіретінде. Бірақ мына жерде бұл кесененің іші топырақпен арнайы алдын ала толтырып алды деп айттық қой. Міне соған көтерілетін міндетті де міне қазіргі 2:60-та 1:30 неға жасалынған күймеген кірпіштен. Бірақ ол кірпіш мына күйген кірпіштер бар ғой, 25-25, қалыңдығы 5. Сондай, бірақ бұл кірпіштерді күйдірмеген. Сол қалпындағы шекі кірпіштерден мынаған кіретін, кесененің ішіне кіретін 1:20 биіктіктегі баспалдақ жасалынған. Яғни ол дегеніміз алдын ала жоспарланған түрде іші толтырылған. Одан кейінгі мәселе бұл құрылыста көп жерлерде, мысалға көп кесенелер салған кезде тек қана стандартты түрдегі кірпіштерді пайдаланып отырған, күйген кірпіштерді. Ал бұл жерде енді бұл кісінің жерленген кісінің несі дейміз ба, жаңа абыройы дейміз ба, мүмкіншілігі дейміз ба, соған байланысты кесенені көтерген кезде белгілі бір бөліктеріне арнайы кірпіш құйдырылып отырған. Яғни мына жерде көрсеңіз қазір бұрыштарын кірпіштің размері 25-25 барлық жерде. Бірақ бұрыштарда міне каждый раз байланыс болу үшін ұзындығы 38 кірпіштікті бөлек құйдырып отырған. 38-дік. Яғни бірін-біріне айқасқан кезде негізгі барлық жаңағы зданиялардың, құрылыстардың ең мықты жері осы бұрышы болу керек. Осы бұрышына өте үлкен көңіл болып отырған. Сосын енді қай бөлікте екенін білмеймін, потому что құланды арасынан шығып жатыр. Олардың үлкендігі 42-де 42, 45-те 45, бірақ қалыңдығы 10 сантиметрлік кірпіштер бар. Ол, скорее всего, сол неге? Күмбездің жоғары жағындағы сол барабанға арналған шеткі діңгектерін ұстауға арналған болса керек. Оны да жеке құйдырылған. Көк кесене тарихын мәңгі есте қалдырумен аса құнды жәдігерлерімізді насихаттау, оны ұрпақтан ұрпаққа таныту бағытында ел ағалары қызығушылық танытып, археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуде. Археология телескоптың астрономия көру шегін кеңейткен сияқты, тарихтың кеңестік көкжиегін сол деңгейде жылжыта отырып, тарих ғылымында түбегейлі өзгеріс жасайды. Өткен өмірден көрініс алу мүмкіншілігін жүздеген есе арттырушы археолог ғалымдардан күтеріміз көп. Тарихымыздың беймәлім беттерінің ашылатын күні алыс емес.